Қазподкаст 21. Тәуелсіздік технологиясы. Баршаңызға сәлем, қош келдіңіздер. Бұл Қазподкаст Қазақстандағы подкастингді қорғап, оны көпшілікке таратуға арналған, өзіне сондай мақсат алған жоба. Осы подкастта біз Қазақстан подкастингінде, жалпы әлемдік подкастингдегі жаңалықтар, оқиғалар мен идеялар, лайфхактарды талқылаймыз. Астанадан сөйлеп отырған мен, қазақстандық кәсіби подкастер Ильдар Құдайбергенов. Осындай нәрсе Қазподкаст деген. Қош келдіңіздер. Егер тыңдап отырсаңыздар, мен статистикадан көріп отырмын. Мен адамдар тыңдап жүр. Кейбіреулер жекеме шығып пікір жазып жатыр. Көп рахмет. Егер сіздің сұрақтарыңыз болса, осы эпизодқа қатысты, подкастингге қатысты, жалпы маған сұрақтарыңыз болса, жекеме шығып қойсаңыздар болады. Барлығына жауап беремін. Қазподкасттың соңғы эпизоды жарияланғанына бүгін 1 айдан асыпты. 1 ай бойы мен эпизод шығара алмадым. Оның алдында апта сайын мынандай жасаймын деп өзіме көп алып қалған сияқтымын. Десек те, бұл подкасттың эпизодтары шықпады деген, ол мен подкастинг үшін күресті тоқтаттым деген сөз емес. Осының алдындағы эпизодтарда айтқандай, мен оқуға түскенмін. Фронтенд деген нәрсені оқып жатырмын қазіргі таңда. Сол оқуға байланысты жұмыс көбейді, шынын айту керек, жұмыстың көбеюіне байланысты. 2. Онымен қатар подкастинг үшін күресті қазіргі таңда алдында, естеріңізде болса, мен Инстаграмда сторис жазып, сөйтіп күрес жүргізетінім ғой, жаңағыдай осындай стористе отмечать етіп, адамдар сондай сториста белгілеп, сондай еді ғой. Енді ол күрес Фейсбукке ауысқан. Қазіргі таңда мен посттарды өзімнің жеке блогыма жазып қосымша Фейсбукте жазып жүрмін. Бірталай талқылаулар болды сол жерде. Сол туралы да айтатын болам. Жалпы осы подкасттың болашағы туралы бір ауыз сөз айтайын деген, мен тыңдармандармен кеңескен соң осындай нәрсеге келдім. Менің айтарым сіздерге, енді бұл подкаст апта сайын шығып тұруы екіталай. Өйткені жаңағы оқуға, көбіне сол оқу мен жұмысқа байланысты, мен бұл подкастқа көп уақыт бөле алмаймын. Ал бұл подкасттың әр эпизодын жасау мен үшін бірталай жұмыс негізінде. Ол байқалмауы мүмкін сіздерге, бірақ көп уақыт кетеді, ал ол уақытты басқада істеуге міндетті жұмыстар бар. Соған байланысты сіздерге айтарым. Бұл подкаст апта сайын шығып тұру да мүмкін, бірақ егер шықпай қалып жатса, айып етпеңіздер. Енді бұл подкаст аптасында бір рет шыға ма, 2 аптада бір рет шыға ма, мен бұл подкастты осыны жасауға уақытымның болуына байланысты шығарып отырамын. Осындай нәрсе. Егер де сіз жалпы подкастинг үшін күрес барысында, тарату барысында не жұмыстар болып жатыр, қандай жаңалықтар болып жатыр, Қазақстан подкастингінде деген сияқты нәрселерді біліп отырғыңыз келсе, оны біліп отырудың мынандай жолдар бар. Бірінші, ол менің жеке сайтым, жеке блогым. Сол жерге кіріңіздер де, RSS-не жазылыңыздар, контентті почтамен тарату нұсқасы бар, сол жерде пайда болған. Сондай нәрселерге жазылыңыздар, біз тікелей байланыста боламыз. Біз басқа әлеуметтік желілерге байланбаймыз, және олардың алгоритміне тәуелді болмаймыз. Сондай тікелей жолы бар. Ол бірінші. Екінші, егер сайтқа кіріп, немесе RSS оқымайтын, немесе почтаға кірмейтін, немесе электронды почтасы жоқ адам болсаңыз, онда сізде Telegram болуы әбден ықтимал. Мен Telegramда жеке каналымды аштым. Сол жерге жазылу арқылы да біз байланыста бола аламыз. Содан кейін Facebook бар. Мен шынын айтайын, бұрын мен көбіне орысша контент жазып, орыс тілінде мәтін жазып сөйтіп жүрген болсам, қазіргі таңда толығымен қазақ тіліне ауысқанмын. Фейсбукте де қай жер болмасын қазақша жазамын, және ол қазақша жазғаным білмеймін басқалар қалай екен, бірақ өзіме қатты ұнап жүр. Сондықтан Фейсбукке барып жазылсаңыздар болады. Бірақ Фейсбукке жазылған кездер біліңіздер, сіздер мен жазған посттарды көрмей қалуларыңыз мүмкін. Ең дұрысы, ештеңке жібермау үшін ол жаңағы айтқан сайт жеке, оның RSS-і немесе почтамен тарату
нәрсесі, екінші Telegram, содан кейін барып Facebook. Фейсбукте көбіне сондай талқылаулар жазылады, сондай нәрсе. Сол. Бірақ ең алдымен барлық контент, мен жасап жүрген барлық контент ол сайтында пайда болады. Осындай анонс, кішігірім осындай жаңалықтар сіздерге айтар, менің жалпы осы подкастинг бойынша жасап жүрген жұмыстарыма байланысты. Содан кейін мен сіздерге 2-3 рет осы қайталап айтқан сайт деген нәрсе жайдан жай айтып жатқан жоқпын. Мен қазіргі таңда подкастингмен қатар адамдарға жеке сайт ашумен де айналысып жүрмін. Қазіргі таңда 1-2 клиент бар, сол клиенттерге жасап жатырмын. Ол қайдан шықты дейсіз ғой? Алдыңғы эпизодтарда айтқандағыдай, подкаст хостингінің 2 түрі болады. Ол жеке сіздің өзіңіздің сайтыңыздағы орналасқан хостинг және басқа қызметтердегі хостинг. Ол ақылы, ақысыз болуы мүмкін, неше түрлі нұсқалар бар. Соның ішінде менен кеңес алуға келген адамдар көбіне тәуелсіз өзінің сондай жеке сайтына орналасқан хостингді таңдайды. Сол жерде әрдайым сұралатын нәрсе, бұл сайт тек қана подкаст сақтау үшін ғана арналған ба, жоқ бұл менің жеке сайтым бола ала ма деген нәрсе келеді. Әрине, ол сайт сіздің жеке сайтыңыз бола алады деген жауап менен. Содан сөйтіп енді сондай сұраныс болған соң, мен тек қана подкастқа хостинг болатын сайт емес, ал адамның жеке сайтында жасайтын қызметпен айналысып жүрмін қазіргі таңда. Аз-маз сұраныс бар, түсінген адамдар, өзінің болашағын ойлайтын адамдар тапсырыс береді. Егер сізде қызықсаңыз, мархабат, хабарласыңыздар, талқылаймыз. Алып бара жатқандай қымбат нәрсе емес, өйткені оның барлығы интернеттегі дайын нәрселерде жасалады. Мысалы, оның атында тұрған WordPress және WordPress сияқты ашық кодта жазылған дизайндар, плагиндер арқылы жасалатын нәрсе. Және бұл қызмет менің қазіргі оқып жатқан оқуыма тікелей байланысты. Ол жерде мен сайттың фронт-эндін жасауға үйренсем, ал бэк-энді оның бәрі WordPress-те болады. Сондай бір жақсы үйлесімділік болып жатқан жайы бар. Менің жеке жаңалықтарым осы подкастингге қатысты, жалпы осы подкастқа байланысты айтарым осы. Ендігі таңда айтар нәрсе ол 23-ші жылы бұйырса өтетін құрылтай туралы. Алдыңғы күні аз-маз осы құрылтай туралы жазған, пікір талас болып жатқан жерге, сол жерде адамдар қазірден бастап сол құрылтайға қызығушылық танытып жатыр. Ол әрине мені қуантады. Керемет нәрсе. Бұйырса ұйымдастырамыз, сол кісілерді шақырамыз, қатысын, сөйлесін, үйренсін, пікір талас, ой бөлісіп сөйлесейік. Одан кейін ең басты жаңалық құрылтайға байланысты. Алдыңғы жылы болған құрылтайда көп айтылған пікір, ол осы құрылтайды онлайн емес, офлайн жасайықшы, офлайн болсыншы осы деген сұрау болған. Мен өзімде офлайн жасағым келеді негізінде. Бұлай көзбе-көз сөйлесіп, талқылап жасаған әрине күшті. Онлайн деп экранға қарап отырғаннан күні бойы, кім отырады күні бойы экранның алдында. Сондықтан Қазақстан подкастерлерінің құрылтайын 23-ші жылы офлайн өткізетін жер тапқан сияқтымын. Біз әлі қол қойысып, қағазға қол қойған жоқпыз, бірақ та сол мекеменің қызметкерлерімен сөйлестім. Әзірге ол кісілер келісіп отыр. Тек жаңағы датасын 22-ші наурыз емес, не сол 22-сіне дейін, немесе кейін жасайтын шығармыз. Көреміз, ол жерлер қосымша талқыланады. Және осы подкастта мен сіздерге айтып отырамын, қай датада өтеді, қай жерде өтеді, қалай келу үшін не істеу керек деген сияқты нәрселерді. Бұрынғы кездегі блог құрылтайлар сияқты, баркэмптегі кездердегі сияқты, мен әрине келу кету, билеттері, жатын орын, тамақтану, жол жүріс деген сияқты нәрселерге қаражат немесе қолдау іздеуге тырысамын. Десек те оны да оған да адам табу керек. Олардың барлығы сұрайтын жағы статистика, қанша адам келеді, қанша адам қатысады, подкастинг көпшілікке таралған ба, жоқ па деген сияқты көп сұрақтар қойылады. Десек те осындай керемет технологияның дамуына атсалу үшін мүмкін келісіп қалар. Алдыңғы жылы естеріңізде осы Астанада орналасқан Soundbar деген студия бізді қолдап, құрылтай негізі сол жерде өткен. Ең бірінші құрылтай сол жерде өткен. Сондықтан мүмкін кім біледі,
біздің қазақстандық авиакомпаниялар бар, мүмкін солар келісетін шығар, мүмкін Қазақстан темір жолы келісіп билеттер келіп кетуге билеттер беретін шығар. Кім біледі, көрейік, хабарласайық, болашақта бұйырса солармен хабарласып осындай ыңғайластыру жолдарын көреміз. Бұл енді андай ұйымдастыру сұрақтар ғой. Ендігі мәселе, мына келе жатқан құрылтайда біз не талқылауымыз керек, не айтылу керек, қандай мастер-класс, воркшоп деген тренингтер өту керек деген нәрсе. Егер сіздердің осыған қатысты ойларыңыз болса, әрине мен күтемін. Менің ойларым бар, мынаны шақырсам, мынандай кездесу болса, мынандай дөңгелек стол болса деген ойлар бар. Олар аз-маз нақтыланған соң мен сіздерге қосымша айтатын боламын бұйырса. Құрылтай туралы әзірге осы. Ендігі мәселе ол подкастинг негіздері деген қазақ тіліндегі алғаш жаңа подкастинг негіздері деген қазақ тіліндегі алғаш жалғыз дара ендігі мәселе ол подкастинг негіздері деген қазақ тіліндегі тегін ашық онлайн курс туралы. Ол курсқа мен бірталай сабақ бастаймын, қосамын дегенмін. Оның бәрін жасауға әзірге уақыт жоқ. Десек те адамдарға сілтемесін таратып жүрмін. Осы эпизодтың сипаттамасында барлық керекті сілтемелер болады. Егер ыңғай келсе, таныстарыңызға, әріптестеріңізге, туыстарыңызда, жаңағы подъездегі адамдарыңызға, подъездегі чаттарыңызға жіберіп қойсаңыздар. Өйткені мен байқаған көп адам білмейді екен ол осындай курстың бар екен. Мен жекеме келіп сұрайды, ана жерге келіп сұрайды, сіз курс өткізесіз бе? Сіз мен жеке бір немесе жаңағы бір коллективке барып мастер-класс деген сияқты нәрсе өткізе аламын, тренинг өткізе аламын десек те, ол курста берілген ақпаратпен менің жеке өткізетін нәрсемнің айырмашылығы, ең басты айырмашылығы, ол курста жалпылама ақпарат берілген. Ол жердегі ақпаратты өзіңіздің тәжірибеңізге сіз өзіңіз саласыз, сол арқылы меңгересіз білімді. Ал біз бірге бір оқыған кезде, жаңа консультация кезінде, немесе бірге бір тренинг өткізген кезде, біз нақты сіздің мәселеңізге қатысты сөйлесеміз, соған қатысты жұмыс жасаймыз. Ол мынандай тікелей байланыс, былай айтқанда. Осындай нәрсе. Подкастинг негіздері курсына міндетті түрде қазіргі таңда жаңа сабақтар қосу керек. Ол жердегі ең басты бір сабақтар жаңаландыратын ол подкасттың дистрибуциясын жасау туралы, подкасттың хостингі туралы. Сол жердегі ақпарат аз-маз ескірген, соны тезірек жасау. Бұны мен бір жағынан сізге айтып отырмыз. Екіншіден, қазір осы эпизодты редактура жасаған кезде мен естіп, тудуыма қосып, бұйырса жаңа жылға дейін жасап үлгерем. Негіз көп сабақ қосу керек. Мен кішкене көбірек уақыт бөлсем, негізі күнде бір сабақ қосып отыруға болады. Күнде жаңа нәрсені үйренемін, күнде бір нәрсені көрсетемін адамдарға. Сол көрсеткеннің бәрін жазып, мысалы консультациялар менде запись арқылы өтеді. Ол консультация біткен соң клиент өзінің консультациясын тағы да қайталап көру үшін жасалады. Ол курсқа қосу үшін жасалмайды. Десек те, сол консультация біте салған кезде мен сол консультациядағы айтылған, үйретілген нәрселер туралы да сабақ қосып отыра берсем болады. Бірақ оның барлығы, жаңағы айтып өткендей, оның барлығы уақыт, оның бәрін қарап отыру керек. Оны сабақты жаза салып сала салмайсың ғой, оның редактурасы бар, оны жүктеу керек, оны сосын басқа жаққа айту керек деген сияқты. Жұмысы бірталай негізінде. Мен оны істегім келеді, істеймін, бірақ болашақта. Қазір бағанағы айтып өткен оқу менде басты мәселе. Содан кейін ендігі нәрсе, Қазақстан подкасттары, ол жерге әзірге Қазақстанның барлық подкасттары жиналды деп айта алмаймын. Десек те, ол әдемі істеп тұр. Жиналған подкасттардың жаңа эпизодтары сол жерде жарияланады. Телеграм арнаның да оқырмандары көбейіп жатыр, аз-маз. Мен оны еш жерде жарнамалап жатқан жоқпын. Әйтеуір өзі бір адамдар керек, сол осы сайтты керек деген сол ақпаратты пайдалы деп тапқан адамдар сол жерге жазылып жатыр. Сілтемесі осы эпизодтың сипаттамасында болады. Кіріп қарап көрсеңіздер болады. Бұйырса, мүмкін бір күні жақсы бір көңіл күй болған кезде, уақыт болған кезде мен кіріп подкасттардың санын көбейтермін. Әзірге жағдай сондай. Неге мен бұрынғыдай, мен бұрын бір қанша 300-ден астам подкасттың бәрін жинап тастап нестедім ғой.
мені аз-маз тежеп жүрген идея ол менің жаңағы болашақта осы Қазақстан подкасттары ғана жиналған подкаст қосымша жасау идеям бар ғой. Мен екі жұмыс жасағым келмейді да, былай айтқан кезде. Қазір мына сайтқа жина, содан кейін барып қосымша тағы ана қосымшаға жинайсың, одан кейін былай жинайсың деген нәрсе. Сол да менің жаңағы кішкене мотивациямды түсіріп отырған сияқты. Өте бір қызық нәрсе болды. Өткен аптада Нәзік әлем подкастының авторы маған хабарласып, мынау сіздің сайтыңыз ба, мынау сіздің телеграм арнаңыз ба, иә, оның бәрі менікі, иә, деп содан кейін маған бір түрлі сұрақтар қоя бастады. Қазір мен ашып оқып көрейін қазір сұрақтарды. Жанрдың сұрақтарының бірі, ол айтады: менен мына подкаст сол сайтқа жариялауға ешкім ешқандай рұқсат алмады. Бұл жерде жаңалығы сондай, что сіз егер подкастыңызды ашық түрде RSS арқылы жарияласаңыз, сіз демек барша әлемдегі адамдарға рұқсат бердіңіз алып, қарап, тыңдап көруге. Ол жерде мен жарияланған подкасттардың өзін немесе оның сипаттамасын қалай болсын өзгертіп жатқан жоқпын. Мен тек RSS-те қандай ақпарат берілген, сол ақпаратты жариялап қоям болды. Бір момент бар, ол жерде бұл толыққанды подкаст қосымша болмағандықтан, сіз мысалы бір эпизод жарияладыңыз, содан кейін барып ол эпизодтың жаңағы сипаттамасын, атауын өзгертсеңіз, сайтта ол автоматты түрде өзгермейді, басқа қосымшалардағыдай. Сондықтан егер бір өзгерістер жасау керек болса, маған жекеме хабарласу керек. Ол бір момент. Мен әрине ондай болған қаламаймын, бірақ ол сайт осылай жұмыс жасайды. Ал бағанағы айтқан қазақстандық подкасттар ғана жиналған подкаст қосымша жасасақ, ол жерде ол RSS-пен тікелей жұмыс жасайтын болғандықтан, ол жерде бұндай проблемалар болмайды. Ол жерде сіз подкасттың RSS-не қандай өзгеріс енгізесіз, ол бір күн аясында жаңағы подкаст қосымшаға да еніп отырады. Сондай сұрау келген, жалпы, иә, құқық ол жерде менің ойымша керек емес, өйткені ол ашық жатқан ақпарат, және оны мен менікі деп көрсетіп жатқан жоқпын. Ол жерде барлық автор құқықтар сіздердікі деген нәрсе бәрі жазылып тұр. Мен тек жаңағы осы агрегаторды жасағым. Агрегатор деген ол интернетте жатқан ашық ақпаратты жинап отыратын нәрсе. Сондай бір нәрсе айтылған, сол осы жерде подкаст жасаған кезде ескеріңіздер. Егер сіз подкастыңызды ашық RSS арқылы тарататын болсаңыз, ол ақпарат кез келген адамға қолжетімді. Ja, демек сіз мысалы жаңағы Facebook'та тек қана достарым немесе тек қана мына топ оқысын деген сияқты қылып аудиторияны шектей алмайсыз. Бұл кейде минус, кейде плюс. Негіз көбінесе әрине плюс. Ja. Сөйте келе, жалпы біз мен айттым, қандай өзгеріс жасау керек, давай жасайық, әңгімесі жоқ дедім. Десек те, Жаннұр айтты, жоқ, менің подкастым толығымен бұл жерден алып тастаңыз деп. Мен алып тастадым. Әрине, оған өзі білет. Десек те, бір түрлі болып қалдым, шынын айтайын. Мен ешкімнің құқығын бұзбаған сияқтымын. Әрине, өз еркі. Қазақстан подкастингі оның подкастына бола тоқтап қалмайды. Және мына қызметте тоқтап қалмайды, бұл тек жаңағы Қазақстан подкасттары қайда деп бүкіл подкасттарды іздеген адамдарға берілетін бір қызмет ретінде жасалған нәрсе еді, және өзіме де Қазақстанда қандай подкасттар жазылып жарияланып жатыр дегенді көріп отыру үшін жасалған нәрсе болған. Окей, хорошо, Нәзік әлем енді Қазақстан подкасттар тізімінде болмайды. Болмайды болғанда болған, оны алып тастауға сұрады ғой, енді алып таста десе алып тастадық, все. Мен өзім жеке оны ол жерден жойған жоқпын. Жалпы сондай жағдай. Ендігі блокқа өтсек, ол жерде мен әдетте адамдардың пікірлерін оқып соған жауап беретімін. Енді мына пікірді оқу үшін мен алдын ала бір нәрсе айтып отыруым керек.
Осыдан бірнеше уақыт бұрын біздің Қазнетте жалпы Айран медиа деген бір ресурс пайда болды. Олар көбіне жаңағы YouTube, Instagram, Telegramдар бар, TikTok деген жерлерге контент жасап салады. Редакциялар Алматыда орналасқан екен. Бірталай жаңағыдай медиа мамандар жұмыс жасайды екен ол жерде. Содан менің Фейсбуктегі достарымның бірі Маржан Ишибаева жүргізетін сол Айран медианың аккаунттарында жарияланған тырнақшаның ішіндегі подкаст көзіме түсті. Содан мен сол подкаст туралы аз-маз кішігірім пост жазған, Маржанды тіктеп, бірақ одан жауап келмеді. Ары күттім, бері күттім, жауап болмаған соң Айран медианың редакциясына ашық хат жолдадым. Барлығын дұрыстап, асықпай, сыпайы түрде түсіндіріп, міне сіздер осындай подкаст жариялап жүр екенсіздер, бірақ өкінішке ол жай подкаст дей салса подкаст емес, ол подкаст болу үшін RSS арна керек деген сияқты, және сосын қазақстандық бақтардың подкастинг деген нәрсені дұрыс түсінбей, оны жанр екен деп, медиа сауат емес, медиа сауатсыздықты таратып, соның өсіп бара жатқанын айтып, егер болашақта өздерінің жасап жүрген нәрселерін подкаст деп атайтын болса, оған RSS арна жасауларын сұрап жазған едім. Оның пікірлеріне маған жауап берген және жаңағы посттың ішінде сол подкасттарды жүргізген 4 адамды тегтедім. Соның ішінен Адель Смит деген Фейсбукте аты сондай. Сол кісі келіп маған жауап берді, түсіндік, жасаймыз бұйырса деп. Мен енді күтем, әрине. Жалпы RSS жасау ол бір қиын нәрсе емес қой. Егер сіз YouTube'та подкаст деп видео жариялап жүрген адам болсаңыз, сіз оны тек қана подкаст деп атап емес, ал шынымен де подкаст қылғыңыз келсе, оның RSS жасау керек. Қалай RSS жасайды? Сіз Google'дан сұраңыз подкаст хостинг деп. Сол подкаст хостингке тіркеліңіз, жаңағы YouTube'та жатқан видеосын немесе аудиосын сөзге жариялаңыз да, RSS-ін жасап, сол RSS-ті таратып қойыңыз. Оны жеке барып тыңдармандарға бересіз бе? Жоқ, Apple, Google подкасты деген тұғырлар арқылы таратасыз ба? Ол әрине ары қарай өз еркіңіз. Ең бастысы подкаст ететін ол RSS арна. Сол RSS арна болғаны жөн. Былай айтқанда. Одан кейін сол жерге Қазақстанда пиармен айналысатын Әлшер Елікбаев келіп мынандай пікір қалдырды. Ол былай дейді. Мне кажется, тут бессмысленно придираться. Есть слово подкаст, любой разговор за столом сейчас так называется. Ары қарай, осы жерде комментімді айтып кетейін. И что дегім келеді. И что? Өстіп кете бере ме, сонда біз просто подкаст емес нәрсені, бәрі подкаст десе, подкаст дей береміз бе? Бүкіл әлемде подкаст ол подкастта, ал Қазақстанда подкаст деген ол әңгіме. Меніңше бұл нонсенс сияқты. Ары қарай жалғастырады Әлшер. Есть слово вайнер, но большая часть людей, людей, которые снимали вайны в Инсте, никогда даже не были зарегистрированы на платформе Vine. Откуда пошел жанр коротких видео? Депті. Вайндармен подкастингді салыстыру орынсыз, былай айтқанда. Бұл жерде Әлшердің, білмеймін, вайндарды қалай не істейтіні, бірақ подкастингді технология ретінде кішкене зерттеп қарау керек сияқты. Содан кейін барып, салыстыруға бола ма вайндар мен подкастингді, сондай атауларды, содан кейін талқыны жалғастыру керек сияқты. Одан кейін өзі туралы кішігірім жазыпты. Я 15 лет борюсь со словом блогер в свой адрес, но оно мертвой хваткой ко мне прицепилось депті. Ол жағынан менің ешқандай әңгімем жоқ. Блогингке қатысты мен ешқандай әңгіме айтып жүрген жоқпын, өйткені менің блогым бар, және мен блогермін, десек те менің основной мынандай айналысып жүрген нәрсем блогинг болмаған соң, вайндар болмаған соң, ол жақта қалай атайды, қалай не істейді, мен шынын айтайын, шатағым жоқ ол жақта. Маған бәрібір, шын айтамын.
подкастингке келген кезде бұл менің айналысып жүрген ісім, және ол технологияның анық дефинициясы бар деген сияқты сондай анық нәрсе, түсінікті. Сондықтан бүйтіп басқа бір нәрсемен салыстырып, мысалы жаңағы кім келіп кетті, Ернар келіп кетті пікірлерге айтып, 4К камераға түсірілген фильмдердің бәрін боевик деп атаған сияқты ма шамамен деп, мен түсінемін, бұл өте бір сондай троллингке ұқсайтын нәрсе, қызық, ха-ха-ха, хи-хи-хи деген сияқты. Бірақ подкастингге қатысты мен көбіне онша мынандай қалжыңдарды қабылдай бермеймін, сондықтан ол ондай комменттерді орынсыз деп санаймын. Сондай нәрсе. Содан кейін мен Әлішерге сол жерде жауап бердім. Мен бүйтіп жаздым. Я вас блогером не считаю. Содан кейін айтпақшы, белгілі болғандай, Әлішердің блогы бар екен, немесе болған, YouVision'да болған, жекесі болған, сондай бірдеңке болған екен бұрын, оны қарып кіріп көруге болатын шығар. Бірақ мен былай жаздым. Я вас блогером не считаю, у блогера должен быть блог. Я ваш блог не видел. С блогами трудно то, что там нет четкого определения, что это такое. А с подкастингом наоборот, все четко и понятно. Для меня смысл есть, и я отстаиваю его вежливо, деликатно. Дополнительно создал бесплатный курс по подкастингу на казахском и выложил его еще 2 года назад. Народ обучается там, и, как мне кажется, им нравится. Провожу құрылтай подкастеров Казахстана. Бұйырса, жылда болатын шараға айналса күшті болады. Многое другое делается для того, чтобы в Казахстане подкастинг нормально распространился, а не пошел путем блогинга. Кто реально боролся за наш блогинг? Никого не помню. Зато я знаю тех, кто хоронил его в 2013-2014 годах. И вот та же история повторяется с подкастингом. Но на этот раз за подкастинг в Казахстане встал я, деп. Пафосты жаудырып жазғаныма айып етпеңдер, бірақ сол кезде мен сондай сезімде болдым. Сол кезде мен осы жазғандарыма сендім, былай айтқан кезде, осындай жауап бердім. Бірталай адамға менің жауабым ұнапты. Көп рахмет. Осындай нәрсе, көбісі ой, зачем, анан былай деп, ол кісілер үшін жай сөйтіп айта салу қалыпты нәрсе шығар мүмкін, оның ішіндегі детальдарына мән бермей айта салу деген сияқты. Окей, оны талқыладық та қойдық. Бұйырса Айран Медиа RSS жасаймыз деді. Енді күтеміз, RSS-терін бұйырса жасалса, жаңағы Қазақстан подкастерлер, Қазақстан подкасттары деген агрегаторымызға қосып қоямыз, тыңдайық. Негізгі олардың подкасттарының ішіндегі талқыланып жатқан тақырыптар маған қызықты. Мен тыңдар едім, егер ол кісілер RSS-ін жасап таратса. Содан кейін осыған ұқсас бір жайт болды. Мен бұл мәселені әлі толығымен қорытып үлгермедім, сондықтан кіммен қалай адамдардың есімдерін, нелерін жазып айтпай қойын. Десек те мынандай әңгіме болды. Мен біздің осы медиа салада кәдімгі енді беделі бар, үлкен аудиториясы бар адамның подкаст жасаймын деген естіген бұрын, содан қазір жасап жүр екен. Подкаст болғанда тырнақшадағы, ютубтағы сондай нәрсе. Соны подкаст деп атайды. RSS жоқ әрине. Соқысымен хабарластық, біз сөйлестік, бір 10 минут, 15 минут па сөйлестік. Мен түсіндірдім, жанр деген бар, технология деген бар. Сол баяғы әңгімен түсіндірдім бәрін. Осындай екен, бұл қызық екен, сонда жаңа Apple-ға тыңдауға бола ма, аған тыңдауға, сөйтіп сұрады жалпы. Содан кейін білмеймін, бұл кісі бір мезетте қалт кетті да, ол әңгіме сол неден басталды. Аудиториясы туралы сұрап бастады. Қазақстанда қанша адам тыңдайды, көп па деген сияқты нәрсені сұрап бастады да, бұл кісі қалт кетті. Біз жасамаймыз, біз өстіп подкаст деп бастадық, подкаст болып кете береді, RSS деген керек емес деп. Содан кейін ол кісінің маған айтқан ең басты аргументтердің бірі мынандай. Ол кісі айтады. Барлығы дейді, ютубта ғана айтып отыр. Барлығы ютубтағы әңгімесін подкаст деп жүр. Сол сияқты мен де солай дей берем дейді. Осы жерде шынын айтайын, мен кішкене ашуландым. Ютубта өзінің әңгімесін подкаст деп айтатын адамдарға мен ашуландым.
мен бұрын гипотетически айтатынмын, осындай адамдар шығады, сендердің әңгімелеріңді көріп подкаст деген әңгіме екен деп түсініп қалатын және сол жерде жүретін адамдар пайда болуы мүмкін. Біз соған кетіп қалмасыншы, сондай болмай тұра, сондай үрдіс басталмай тұра, РСС жасап бұның технология екенін аудиторияға түсіндіре бастайықшы деп айтып жүре тұра, сол менің айтқаным қазір алдынан шығып тұр. Жаңағы кісі маған айтады, ютубта әңгімені қазір подкаст деп жүр, барлығы, тырнақшадағы барлығы, өйткені барлығы өтіп жүрген жоқ. Содан кейін мен де сөйте беремін дейді. Жаңағы жазған Алишердің пікірі де сол туралы. Қазір подкаст деп жүр, давай подкаст деп кете бермесін. Және ол кете бермейді де. Талаптың екі түрі болады. Егер бақ подкастын ютубқа жаңағы подкаст салып жүрген нәрсе, менің қазіргі көзқарасымда мынандай, егер ютубқа әңгімесін салып соны подкаст деп жүрген РСС-сіз нәрсесін подкаст деп жүрген медиа тәуелсіз болса, ол кісілерге біз өтініш жасаймыз. Осындай нәрсе еді подкастинг деген технология, РСС жасай аласыздар ма деген сияқты өтініш жасаймыз. Өйткені ол бақ тәуелсіз, былай айтқанда, ол бізге қарамайды ешқандай, бізден ештеңе сұрамайды. Ол бір. Ал егер бақ мемлекеттік болса, Қазақстанның азаматы ретінде мен олардан талап етемін. Өйткені олар біз төлеп отырған ақшаға сондай подкаст деп атай сала жасап отыр. Сондықтан біз хабар болсын, қандай болмасын, мемлекеттік бақ РСС жоқ подкаст жасап жүрген кезде, тырнақшадағы подкаст жасап жүрген кезде, біз бар тікелей талап ете аламыз. Ал мынандай индивидтер, тәуелсіз бақтар, сондай нәрсе жасаған кезде, РСС-сіз подкаст жасаған кезде біз оларға талап қоя алмаймыз. Бірақ бұл жерде де жалғасы бар. Біз осы медиада кәсіби түрде жұмыс жасап жүрген адам ретінде, олардың кәсіби тұрғада коллега ретінде, былай айтқанда, барлығымыз аудиториямен жұмыс жасаймыз. Осы медиада жұмыс істеп жүрген сондай бір журналистік мүмкін этикаға да баратын шығар, бір жағынан, зерттеп қарап көру керек. Сол жағынан әріптес ретінде талап етуге болады. Әрине, мен әзірге журналист емеспін. Мен тек осындай подкаст жасап жүрген подкастермін, былай айтқанда. Десек те, олар енді өздерін подкастермін деп, енді подкаст жасап жүрген соң подкастер ғой. Подкастерлік болған соң олар біздің ортаға келеді да. Біз жасап қойған ортаға олар біз сендердің орталарыңнанбыз дегендей подкаст бастау арқылы. Енді біз айтамыз, қош келдіңдер, подкаст бастағандарың құтты болсын дейміз. Содан енді мына келіп жатқан орталарыңа залалдарың тимес үшін РСС жасауын сұраймыз. Бірақ бұл жерде сұраудың нотасы кішкене жоғарылау, Өйткені егер адамдар жаңағы айтып өткен жұлдыз, ол бәрін түсінді, маған өзіме айтып беріп тұрды, соны, осындай ғой, сонда бүйтем ғой, сөйтем ғой депші. Түсіне тұра істемейтін болса, бұл жаңағы мамандардың біліктілігіне қойылатын сұрақ. Қаншалықты бұл маман өзінің мен супер мамамын деп жүрген ісінде білімі қаншалықты терең, егер ол осындай түсінікті белгілі нәрсені істемесе, басқа жерлерде ол дұрыс жасап жүргені қаншалықты айқын деген сұрақтар шығады да, мысалы. Подкастинг адекватты, түсінікті нәрсе мен үшін. Және мен оны түсіндіріп, айтып, бәріне жазып қойдым. Мынандай деп. Менен алмауға да болады. Ол жерде подкастинг маған байланып тұрған жоқ. Google-ға кіріп, what is podcasting деп сұрауға болады. Подкастинг деген не деп оқып көруге болады. Бірақ қай жерде не оқып жатқаныңызды тыңдаңыздар. Оған қоса мен өзім Википедияны күшті дерек көзі деп қарамаймын. Өйткені Википедиядағы кез келген мақаланы, кез келген адам түзете алатындықтан ол жерде неше түрлі ақпарат дұрыс болмасын кете береді.
иә. Содан кейін соңғы бір Ресейдегі бір кейстерді оқыдым. Оларда мынандай екен: кейбір мемлекеттік қызметкерлер немесе жаңағыдай ұлттық үлкен компанияның адамдары, басшылары, иә, арнайы солар туралы Википедияда жазылған мақаланы қарап отыратын адам жалдайды екен. Ол адамның жұмысы қандай? Ол адам сол Википедиядағы мақаланың ішінде жаңағы ол кісіні жалдаған адам туралы, жаңағы бастық маман туралы негативті ақпараттың болмауын қадағалайды екен. Енді шынайы түрде бір негативті ақпарат шықса, соны сол жаңағы негативті ақпаратты жоққа шығаратын мақаланы басқа бір ресми түрдегі баққа задним числом дейді ғой, сөйтіп жариялатып, жаңағы жазылған ақиқатты негативті ақпаратты жоққа шығарып жасайды екен. Иә, бұл әдемі манипуляция, былай айтқан кезде. Сондай нәрселерді көре тұра Википедияның жалпы маған егер біреу Википедияда сөйтіп жазылған десе, ол күшті бір дәлел болмайды. Десек те, бірталай адам Википедияға сенеді. Википедия күшті, сондай нәрсе деп ойлайды. Оның жақсы жақтары да бар, мен ол жағынан әңгіме айтпаймын. Сондықтан сондай адамдар жалпы кіріп қарап көрсеңіздер, Википедия подкастинг туралы былай жазған: A podcast is a program made available in digital format for download over the internet. Осындай нәрсе айтылған. Енді тыңдап, біз осы дефиницияны естідік қой. Бұл жерде жанр туралы айтылған ба? Формат туралы айтылған ба? Бұл жерде подкаст деген әңгімелесу, сондай бір еркін формат деп айтылған ба? Жоқ. Бұл жерде ол туралы ештеңе айтылмайды. Бұл жерде міне, егер бағдарламаны интернет арқылы жүктеп алуға болса, бұл подкаст деп айтылған. Тікелей RSS туралы ары қарай айтылады, ар жағында айтылады. Podcasting is the preparation and distribution of audio files using RSS feeds to the devices of subscribed users. Бұл ресми ағылшын тілдегі подкастинг туралы жазылған мақаладан алынған нәрсе. Иә, подкастингнің RSS-ке негізделген технология екені анық айтылған. Да? Көріп тұрғаныңыздай, кәдімгі ресми кіріп оқып көрсеңіздер болады бұл мақаланы. Сондай нәрсе. Бұл жерде мен Википедия туралы айтып жатқаным, бұл жерге барып кішіне кіріп, егер қарап көрсеңіздер, мына дефиницияның жаңағы сілтемелеріндегі ақпараттың барлығы соңғы бір 2 жылдықта өзгертілген нәрселер. Мен бұйырса болашақта табам қай кезде подкасттың жаңағы дефинициясынан RSS деген сөзді бұлар алған. Маған негізі түсініксіз бұлар неге алғаны. Өйткені арғы жағына барып ары қарай оқысаңыздар, олар жазып қойған, иә, RSS арқылы тарау керек деп ше. Бірақ бастапқыдан алып тастаған. Сол алып тастауға қазіргі таңдағы үлкен медиа стриминг компаниялардың ықпалы бар сияқты. Маған солай көрінеді. Өйткені оған дейін RSS деген сөз болған. Мен ең бірінші мақалаларды оқыдым, ол жерде RSS деген нәрсе бар. Бірақ соңғы кезде алып тастаған да. Өйткені мүмкін, өйткені мен алдыңғы эпизодтардағы айтқандағыдай, RSS арна деген нәрсе ыңғайсыз үлкен медиа алпауыттарға, бұл айтқанда. Иә? Мүмкін сондықтан тастаған болар. Кім біледі. Десек те жалпы RSS туралы бұл мақалада айтылған екен. Содан кейін осы мақаланың technology деген жерін оқып көрсеңіздер, ол кісілер былай жазған: Syndication of podcasts episodes across various websites and platforms is based on RSS feeds, an XML formatted file citing information about the episode and the podcast itself. Деген нәрсе айтылған. Осы кезге дейін мен подкастингді технология деп бірінші рет естіген адам ойлайды, өзі ойлап тауып алған, өзінің... Жоқ, жолдастар, бүкіл әлемде подкастинг бұл технология, және ол RSS-ке негізделген. RSS деген ол жаңағы айтқан XML форматындағы файл. Ол жерде подкаст туралы барлық ақпарат беріледі. Енді мен қараңыздар, Адам Каридің сөзін келтірдім. Сізге оның өзі дәлел болмаса, барлық адамдар түзете алатын ашық энциклопедияда жасалған нәрсе мүмкін
сіздерге жетерліктей дәлел бола алар. Мүмкін. Қалай алғанда да, RSS туралы әңгімені алып тастаса да Википедия, ол подкастты жанр деп айта алмайды, айтпайды да. Өйткені ол жанрға қатысы жоқ. Қазіргі таңда көбіне подкасттар әңгімелесу немесе сұхбат. Бірақ ол егер көбінесе сондай болса, демек барлығы сондай деген сөз емес. Егер сіздің көріп жүрген көбіне көліктеріңіз мысалы ақ болса, демек бүкіл әлемдегі көліктер ақ деген сөз емес қой. Сол сияқты подкасттың да басқа жанрдағы түрлері болады. Осындай нәрсе. Подкаст деген ол RSS арқылы таралған аудио жинақ болды. Оның ішінде неше түрлі формат, неше түрлі жанры болуы мүмкін, миллион рет айтқан шығармыз. Қайталай, кейде шынын айтайын, шаршаймын. Кейде таусыласың, осының бәрін қайта айта беріп. Бірақ ертесіне тұрып, ұйқың қанып, демалып тұрған соң күрес ары қарай жалғасады. Әзірге айтарым осы, мені қолдап, түсініп, мені айтқан ақпаратпен ары қарай бөлісіп, менен пікір таласып, сұрақ қойып жатқан адамдарға алғысым шексіз. Көп рахмет сіздерге. Айтып өткендей, ендігі эпизодтың қашан шығатыны белгісіз. Бір аптадан кейін, екі аптадан кейін, бір айдан кейін бұйырса шығады. Ол жерде біз Қазақстанның подкастингінде болған қызықты оқиғалар, ақпарат жаңалықтарымен бөлісеміз, пікір таласамыз. Және де Қазақстан подкастерлерінің құрылтайы, подкастинг негіздері деген курс, Қазақстан подкастары деген агрегатордың ішінде болып жатқан барлық жаңалықтармен сіздермен бөлісетін боламын. Сіздер тыңдап отырған Қазподкаст деген Қазақстан подкастингін қорғап, оны көпшілікке таратуға арналған подкаст. Астанадан сөйлеп отырған мен, қазақстандық кәсіби подкастер Ильдар Құдайбергенов. Келесі естіскенше күн жақсы. Сау!